Сәлеметсіздер ме? Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжі математика пәні оқытушысы Жетебай Ділдаш. Пән мектеп математика курс негіздері. Топ ММ41. Білім де ақша сияқты, оны мол иелену керек. Әйтпесе бәрібір жарлы болып көрінесің деген Лина Марсаның қанатты сөзімен сабағымды бастаймын. Сабақтың тақырыбы 7-ші сынып алгебра және геометрия оқулықтарын талдау. Сабақ мақсаты 7-ші сынып оқулықтарының логика-дидактикалық талдауы, теориялық білімді жүйелеу. Жаңартылған білім мазмұны бойынша мектеп қабырғасында математика оқулығымен дұрыс жұмыс жасай білу. Жаратылыстану ғылыми пәндерді игеруге қажетті негізгі математикалық білім мен дағдыларды меңгеру. Сіздердің меңгеретіндеріңіз 7-ші сынып алгебра және геометрия оқулықтарының базалық мазмұны, құрылымы. Сіздермен алдыңғы сабағымызда 5-6 сыныптың математика оқулықтарын талдап, оның ішкі құрылымдары, тараулар, тақырыптар, тапсырмалар жүйесі, күрделі есептермен жұмыс жасадық. Бүгінгі сабақта оқулықты қалай және кімдер әзірлейді, түпнұсқа қайдан болады деген сияқты сұрақтарға жауап іздеп, теориялық білімімізді жетілдіреміз. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы білім мазмұнын жаңарту аясында математика пәнін оқыту бойынша әдістемелік әзірлеме жасап шығарған болатын. Бұл әзірлеме 5-9 сыныптарға арналған, яғни математика, алгебра және геометрия пәндері бойынша. Білім беру мазмұнын жаңарту аясында әзірленген бұл әдістемелік құрал 3 бөлімнен тұрады. Енді осы әдістемелік құралдың бөлімдеріне қысқаша тоқталып, сіздерге түсіндіре кетейін. Білім мазмұнын жаңарту аясында математика пәнін оқу бағдарламасының ерекшеліктері. Яғни бұл бөлімде үлгілік оқу бағдарламасының атаулары, үлгілік оқу бағдарламасының құрылымы, алгебра және геометрия оқулықтарының бөлімдері, оқу бағдарламаларының ерекше тұстары ашылып көрсетілген. Яғни көбінесе осы аталған сұрақтарға жауап сызба және кесте түрінде өздеріңіз қарап отырғандай көрсетілген. Келесі 2. Математика пәнін оқытуды ұйымдастырудың формалары мен әдістері деп аталады. Бұл тарауда алдымен негізгі білім беру деңгейінің үлгілік оқу жоспарына сәйкес 5-6 сыныптарда математика, 7-9 сыныптарда алгебра және геометрия пәндерін оқытуға бөлінген оқу жүктелмелерінің көлемі көрсетілген. Астарыңызда астыңғы жақтағы кестеге қарайтын болса, сынып оқу пәнінің атауы, жалпы жүктеме сағат саны апталық жылдық деп бөлінеді. Мысалы, 7-ші сыныпта алып қарастырсақ, яғни алгебра 7-ші сыныпта аптасына 3 сағат, жылына 102 сағат екен. Геометрия 7-ші сыныпта аптасына 2 сағаттан жылына 68 сағат оқытылады екен. Осы сияқты мәселелер қарастырылған. 3. Білім мазмұнын жаңарту аясында математика пәнін оқыту бойынша ұсынылған әдістемелер. Бұл бөлімде бағалау критерийлерін жасау бойынша әдістемелік ұсыныстар берілген. Жеке дара әр пән үшін 5-9 сыныптардағы жиынтық бағалаудағы жұмыстар саны, қалыптастырушы бағалауды жүргізудің мәтіндік тапсырмаларының үлгілері көрсетілген. Сондай-ақ математика, алгебра және геометрия пәндерінен пән мұғалімдерінің қысқа мерзімді жоспар үлгілері кірістірілген. Енді жалпы Қазақстан Республикасы бойынша 7-ші сыныптарға арналған оқулықтардың негізгі авторлары ол өздеріңіз білетіндей Әбілқасымова және Шыныбеков. Алгебра жалпы білім беретін мектептің 7-ші сыныбына арналған оқулық Алматы мектеп баспасы 2017 жылдан қолданыста. Шыныбековтың оқулығы Алматы Атамұра баспасы 2017 жылдан қолданыста. Бұл оқулықтармен
жалпылама сіздер таныссыздар мектеп қабырғасында, өйткені практика барысында қолданып жүрсіздер. Енді оқулықтарға келетін болсақ, әр мектеп әртүрлі оқулықтармен жұмыс жасайды. Ол оқулықтарды мектеп өзі таңдап алады. Сіздер қай мектепке барасыздар, сол мектеп қай оқулықпен жұмыс жасап жатыр, сіздер де сол оқулықтармен жұмыс жасай бересіздер. Бірақ енді айырмашылықтарына келетін болсақ, Әбілқасымов ол жалпы білім беретін барлық мектептерге арналған стандарт. Енді Шыныбековтың оқулығы Әбілқасымовға қарағанда күрделірек сәл, өйткені тапсырмалар жүйесі күрделі есептер берілген, сондықтан да бұл оқулықты лицей мектептері, дарын мектептері, сонымен қатар жаңағы мат-класстар, білімін тереңдетемін деген оқушылар көбінесе қолдана береді. Бірақ біздің Қазақстан Республикасында бұл оқулықтардың барлығы қазір қолданыс аясында. Сонымен бірге алгебра және геометрия оқыту әдістемесі, қосымша есептер жинағы, дидактикалық материалдар, электронды оқулықтар, тесттер жинағы, тағы басқа көптеген әзірлемелермен, оқу құралдарымен, әдістемелермен жұмыс жасайсыздар. Оқулықта Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі бекіткен негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9 сыныптарына арналған алгебра және геометрия пәнінің жаңартылған мазмұндағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес дайындалды. Енді 7-ші сыныптың алгебра пәнінің базалық мазмұнына тоқталатын болсақ, бітім көрсеткішті дәреже, көпнеше және оларға амалдар қолдану, функцияның графигі, статистика элементтері, қысқаша көбейту формулалары, алгебралық бөлшектер және оларға амалдар қолдану тараулар бойынша теориялық материалдардан тұрады. Сонымен қатар оқу жылының соңында 7-ші сыныптағы алгебра курсын қайталауға арналған жаттығулар кіреді. Үстіңгі оқулық Әбілқасымованікі, астыңғы оқулық Шыныбековтікі. 7-ші сынып геометрияның мазмұнына тоқталатын болсақ, геометрия құрылымының аксиоматикалық тәсілі, бірінші тарау планиметрияның алғашқы түсініктері мен аксиомалары, екінші тарау үшбұрыштар теңдігінің белгілері мен олардың салдары, үшінші тарау түзулердің өзара орналасуы, төртінші тарау шеңбер және салу есептері, бесінші тарау 7-ші сыныпта өтілгендерді қайталауға арналған жаттығулар, қосымшалар жауаптарынан тұрады екен. Енді мектеп қабырғасында сіздер кез келген оқулықты ашқан кезде басқа беттерінде шартты белгілер көрсетіледі. Анықтамалар, қасиеттер, ережелер, жаңа білімді меңгеру барысында шешілетін мәселе, талдауға арналған сұрақтар, пысықтау сұрақтары, теориялық материалдарды өзіндік игеруге арналған тапсырмалар, теорема немесе қасиеттің дәлелденуінің аяқталуы, барлық міндетті үшін жаттығулар, яғни А, Б, С деңгейлік, орта деңгейлі жаттығулар және жоғары деңгейлі жаттығулар жүйесі көрсетілген белгілер бар. Бұл белгілерді кез келген кітапты ашқан кезде ең бірінші мұқият қарап шығу керек және оқушыларға осы белгілерді түсіндіріп өту керек. Енді біз осы 7-ші сыныпқа арналған оқулықтармен таныстық, негізгі теориялық сұрақтарды алдық. Сіздерге мынадай тапсырма беріледі. 7-ші сынып алгебра және геометрия пәндерін оқыту әдістемесі тақырыптары төменде көрсетілген. Осы тақырыптардың ішіне сіздер өздеріңіз жұптасып, немесе жеке дара кең көлемде тапсырмаларды ала отырып, презентация немесе бейнебаян жасау арқылы Платон желісіне жүктейсіздер. Әдістеме тақырыптары: оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер, оқыту нәтижесін бағалау тәсілдері, ұзақ мерзімді сабақ жоспары, күнтізбелік тақырыптық үлгілік жоспар, орта мерзімді сабақ жоспары, қысқа мерзімді сабақ жоспары, қосымша мағлұматтар 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші тоқсан, сонымен қатар қалыптастырушы бағалау, жиынтық бағалау деген тақырыптар кіреді. Осы тапсырмаларды үйде орындау үшін электронды оқулықтармен және әзірлемелермен жұмыс жасайсыздар.
яғни бірінші ссылкада сіздердің жаңағы Ыбырай Алтынсарин ұлттық білім академиясының әзірлемесі көрсетілген. Осы ссылканы ашып, толық әзірлемені оқып танысып шығасыздар. Келесі ссылкада мектептегі барлық оқулықтардың электронды нұсқасы көрсетілген. Осы ссылка арқылы оқулықтарды тауып жұмыс жасай бересіздер. Мұғалім, ізденуші, зерттеуші, технолог, өнертапқыш, шығармашыл тұлға, жаңашыл педагог, психолог болу керек екен. Сонымен бірге сіздер математиксыздар. Сондықтан да жаңа форматтағы мұғалімнің қасиеттеріне сүйене отырып, сіздерден шығармашылық табыстар күтемін. Сау болыңыздар.